2014 жылғы 14 тамыз мемлекеттік кірістер органдарының құрылған күні. Біз халыққа жақын болуға, олардың сенімін ақтауға тырысамыз. 10 жыл ішінде дәстүрлі қағазбастылықтан озық технологияға көшуде күрделі трансформация өтті. Қолжетімділік пен әділ шешім салықты тез және оңай төлеуге көмектеседі. Ешқандай кезек пен белгісіздік жоқ. Тек бір ғана түймені басу керек. Барлық қызмет сіздің қолыңызда. Цифрландыру біздің жұмысымыздың ашықтығын едәуір арттырды. Адам факторы жойылды. Біз салық төлеушінің бюрократияға емес, өз ісінің өркендеуіне жұмыс істеуін қалаймыз. Біздің бақылау салмақ салмайды, бірақ тиімді. Нүктелі тексеру мен салық тәртібін икемді реттеу, адалдық пен тәртіпті қамтамасыз етеді. Біз сізді қажет кезде сүйемелдеп отырамыз. Сізге қолайлы және ыңғайлы болу біздің мақсатымыз. Көрінбейтін, бірақ бұрынғыдан да жақын. Біз әрдайым өз еңбегіміздің әлеуеті мен құндылығын арттырудамыз. Мемлекеттік бюджетке түсетін салық түсімдері 3,5 еседен астам өсті. Салық төлеушілер саны 1,4 миллионнан 2,2 миллионға дейін өсті. Жалпы ішкі өнімдегі көлеңкелі экономиканың үлесі 28%-дан 18,8%-ға дейін қысқарды. Үшінші елдермен тауар айналымы 2 есеге өсіп, 110 миллиард ақш долларын құрады. Жыл сайынғы жүк ағыны 4 есеге ұлғайып, 1 миллионнан астам автокөлік құралын құрады. Біз процестерді автоматтандыру және заңнаманы оңайлату арқылы салықтық және кедендік әкімшілендірудің тиімділігін арттырудамыз. Біз жетілудеміз. Алда әлі де көптеген жұмыстар бар. Қазіргі заманғы технологияларды басқара отырып, біз елдегі ең үлкен деректер базасын құрудамыз. Өңдеудің жоғары жылдамдығы қызметтердің жаңа деңгейіне әкеледі және бақылауды жетілдіреді. Жасанды интеллект бюджетке салық түсімінің өсуін қамтамасыз етеді. Өткен жылдарға көз сала отырып, бұл тек бастамасы деп сенімді түрде айта аламыз. Мемлекеттік кірістер комитеті халыққа бұрынғыдан да жақын болуда.